Баршаңызға сәлем. Бүгін алмұрттан дайындалатын пирогтың рецептісімен бөлісемін. Алдымен ыдысқа 3 жұмыртқа, 130 грамм ақ қант салып, араластырып аламыз. Одан кейін 80 грамм су, 100 грамм өсімдік майын, ертілген сары май қосып араластырамыз. Қоңыр қант қосамыз, болмаса қарапайым қант қоссаңыздар да болады. Корица ұнтағын, имбир, қопсытқыш, шым-шым тұз қосып араластырып аламыз. Ары қарай електен өткен ұнды қосып, массамызды бір келкі болғанға дейін араластырамыз. Форманың түбіне пергамент қағазын төсеп, шеттеріне сары маймен майлап, массамызды формаға құямыз. Алмұрттарды бір келкі етіп турап алып, батырыңқырап, бетіне тізіп шығамыз. «180 градуста қызып тұрған пеште конвекциясыз 1 сағаттай көлемінде пісіреміз. Піскенін ағаш пашкасымен тексеріп аламыз. Дайын болған пирогымызды формада суытып алып, бірақ аламыз. Қалауларыңыз бойынша бетіне қант ұнтағын сепсеңіздер болады. Алмұрттан дайындалған пирогымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Ұнаса лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісіңіздер. Сіздермен бірге болған Әйгерім.